Шрек, Қазақстанға қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Ең маңызды сұрақтан бастайық. Шректің келесі сериясы қашан шығады? Құдай қаласа 2026-да. Бала кезде сенің мультигіңді көріп өстік. Рахмет, Өмірзақ. Қазір Шрек 5-ті түсіріп жатырмыз. Қазақстанға жиі келесің бе? Бірінші рет. Бірақ ет пен бауырсақ үшін қайта келем. Ешек неге келмеді? Ол қазір соңғы сериядан көп ақша түсіп, адам танымай қалған. Мына қайда? Фиона үйде, қазір балаларына қарап жүр. Қазір қанша бала шағаңыз бар? 3, 2 ұл, 1 қыз. Фионамен алғаш кездескен сәт есіңде ме? Қалай ұмытарсың? Ол кезде мен қорқынышты болдым, бірақ ол күлді. Сол күлкі менің өмірімді өзгертті. Қазіргі балалар сенің мультигіңді көреді деп ойлайсың ба? Әрине көреді. Тек қазір мен де тиктокта болуым керек. Сенің ойыңша бақыт деген не? Бақыт мен үшін Фионамен батпақ. Сенің арманың бар ма? Арман көп емес, тыныш батпақ, отбасы және жаңа серия шықсын. Қазіргі замандағы батырлар туралы не ойлайсың? Қазір батырлар Инстаграмда, бірақ нағыз батыр өз отбасын қорғаған адам. Өмір не үйретті? Өз болмысыңнан ұялмауды. Сенің қаншама өнерің бар ғой, біреуін қазір көрсетіп берші көрермендерге. Әй, жарайды, онда билеп жіберейін бе? Мүмкін болса. Жарайды, онда билеп жіберейін. She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. Here we go. She's into new senses. Шрек, керемет биледің ғой, рахмет, көрермендер риза болатын анық. Рахмет, Өмірзақ. Кішкене жаттығып жүрмін енді. Шрек, бәрі үшін үлкен рахмет. Бүгінгі подкаст керемет өтті. Биің де, әңгімең де бәрі ерекше болды. Рахмет, Өмірзақ. Маған да бәрі ұнады. Осындай көңілді подкастпен жылы қабылдау үшін үлкен алғыс. Шрек, студияға келіп, уақытыңды бөліп, бізге қуаныш сыйлағаның үшін үлкен рахмет. Мына кішкентай батпақ естелік. Рахмет, Өмірзақ. Қандай керемет сыйлық. Көрермендер, келесі подкастқа кімді шақырғанымызды қалайсыздар және оған қандай сұрақ қойғыңыз келеді, комментарийде жазыңыз. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.